Қайырлы күн баршаңызға. Келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Наурыз көжені әркім әртүрлі дайындайды. Мен өзімнің сіздермен қалай жасайтынымды бөліскім келді. Менде қазы және жылқының сүр еті. Каналымды қолдап, тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Етімізді жақсылап жуып тазалап, қазымызды алдын ала зубочисткімен тесіп, осылай салқын суға салып қоямыз отқа. Менде бидай, арпа, күріш, қатық және айран. Арпаны осылай пісіріп аламын жеке ыдысқа. Содан кейін бидай менде қуырылмаған, дайын қуырылған бидай болса, қуырмайсыздар, мен қуырылмаған болғаннан кейін өзім табада осылай қуырып алдым. Байқасаңыздар, осылай шытырлап, қоңыр түске келгенде дайын болады. Ыдысқа алып, ыстық су құйып, үстіне қайнаған, бетін жауып бұқтырып қойып қоямын. Сонда тез піседі. Етіміз қайнап келе жатқанда көбігі тарамай тұрып, көбігін жақсылап алып аламыз. Қазыны сіңгеннен кейін тағы да тесіп шығамыз жарылмас үшін. Көбігін алып отырамыз. Нан илеп қоямын, қамырын. Бір жұмыртқа, тұзды суға қатты қылып қамыр илейміз. Етіміз дайын болған кезде 2,5 сағаттай қайнады. Қазаннан түсіріп алып, суығаннан кейін ұсақтап тураймыз. Содан кейін бидайымызды саламыз сорпаға. Күрішімізді жуып саламыз. Арпамызды саламыз. Ет суығаннан кейін ұсақтап турап аламыз. Содан кейін қазының бір бөлігін етке қосып тураймыз. Қазының қабығын алып тастаймын. Ұсақтап турап, етпен бірге қосамыз. Қабықтарын алып тастаймын қазір. Содан кейін сорпамызға саламыз қайтадан. Күріші, бидайы барлығы дайын болып қалды. Ақырын отта қайнай береді. Оған дейін қамырымызды жайып, кеспе қылып кесіп аламыз. Солай жұқалап жайып кесемін. Жаңағы илеген қамырды екіге бөліп жайдым. Бір бөлігін ғана қостым. Барлығы дайын болған кезде соңынан қамырымызды салып 1-2 минутта дайын болады.
өте дәмді болып шығады. Содан кейін қалауыңызша қатық айран қосып араластырып бетіне қазы салып осылай ұсынамыз. Өте дәмді, дәмі керемет болып шығады. Наурыз құтты болсын, астарыңыз дәмді болсын.